Армысыздар достар, фетрдан түлкінің макетін жасаймыз. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде қоңыраушаны басып кетейік. Ұзындығы 55 см осындай макетті өзім қолдан суретке қарап отырып жасап алдым. Осындай ортасындағы іші болып есептелінеді. Қазір оны айналдырып тігеміз. Екі бөлік жасадым. Біреуі алды, біреуі арты. Ал мынау түлкінің басы. Ақтан жасалған құлағының астын, көздерін, мұрындарын клейлейміз. Ыстық клеймен клейлейміз. Клейлеуді бастадым. Екі мұрты болама, ұрты болама, соны клейлейміз. Астына өзіме белгілі болу үшін, дұрыс орналасу үшін бормен арнайы сызып алдым. Осылай екінші жағын клейлейміз. Сосын мұрнын клейлейміз. Мұрнын клейлеп, оның астында сызып алдым. Қисық шықпас үшін бормен сызып алдым. Екі құлағын клейлейміз. Асықпай отырып, ыстық клеймен. Құлақтың ішінде оны сызып алдым бормен. Қисық кетпес үшін бәрін астында кетіп қалады, ол білінбей қалады бор. Екі көзін клейлейміз. Көзді де мен фетрдан жасадым. Ақ, ішінің қарасын қара фетрдан жасадым. Негізі арнайы сатылатын көздер болады, оны да тағуға болады. Ол кезде өте әдемі болады. Қазір қолдағы бар затыммен жасадым. Міне осындай түлкінің басы шықты. Керемет. Түлкінің негізгі бөлігіне келеміз. Алдыңғы ішкі бөлігін жасаймыз. Мен оны өзім ине жіппен, қолмен тіктім. Іс машинасымен тігуге де болады. Мен қолмен тігіп шықтым. Енді алдыңғы бөлік пен артқы бөлікті бір-біріне біріктіреміз, иық саламыз. Осылай иықты тігіп аламыз. Басқа сиятын қылып өлшемін алып, осылай тігіп шығамыз. Видеоны жақсылап қарасаңыздар түсінесіздер.
түлкінің басын басымызға кию үшін оған да осындай басқа тағатын ұзынша жібін жасаймыз. Соны да фетрдан жасадым. Екі артына липучканы қондырдым. Міне осындай түлкінің макеті шықты. Өздеріңіз осы видеодан қарап жасап алсаңыз болады. Егер осындай видеолар тағы да көргілеріңіз келсе, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны міндетті түрде басайық. Назарларыңызға рахмет.